көргеніміздің қандай екенін көрсетейік. Ол үйде шамалы ғана үзінді болатын болсын, ендеше кезек домбыраны алып отырмын. Бұл жерде оқушының өзін-өзі бағалау бар, топтық бағалау бар. Осы ең соңында осы бағалауларды бағаны қойып шығатын боламыз. Топташыларымызда болады. Әркім өзін-өзі мына жердегі терезе арқылы бағаны отырады. Ендеше 2026 жаңа технологиялармен жасанды интеллект жылды жариялаған кездегі ендеше біздің сабағымыз бүгін жасанды интеллект жасауға сәттілік тілеймін. Енді біздің үй тапсырмасы Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі болғандығын мен 10 күн 15 күн сіздерге саяқты оқуға толық мүмкіндік жасағанбыз. Кітапты қолдарыңызда бар, кітапханадан алдық, сондықтан бүгінгі сабақта сүрпей өтетіндеріне сенімдімін. Ендеше үй тапсырмасы бойынша нашы бірінші бізде бекарс. Жақсы. Бейімбет Майлиннің тұңғыш туындысы. Бейімбет Майлиннің негізінде жазған нелері көп, бірақ та оның алғашқы туындысы біз бүгін сабақтың тақырыбы Шұғаның белгісі. Өзімізді бағалап отырамыз. Әр жауабға Жастардың хатын қасиетін бозбаған. Жастардың хатын қасиетін ол Базарбай. Базарбай кім? Әбдірахманның салшы. Байсаңды жауап беруге тырысамыз ба? Шұға сөзіне білдіреді. Шұға сөзіне нені білдіреді? Шұға сөзіне мақтадай болсақ, Шұға сөзіне не деген білдіреді? Мақтадай жұмсақ дегіз шұға ненің атауы балар? Жібек мақтаның атауы екен. Аяғым? Нәзік, көрікті әдемі және аздап оқыған адам. Аздап оқыған дегенде келесіздер ме балар? Қаншалықты оқыды ол? Жақсы. Әбдірахман кім? Ол Шұғаның сүйген жігіті. Әбдірахман Шұғаның сүйген жігіті. Жақсы. Келесі топ бізде Мили мырзаға
Шығаның жеңгесінің есімі Зәйгүл болады. Шығаның жеңгесінің аты Зәйгүл. Абдрахманды сырттай ұнатқан қыз кім? Абдрахман сырттай ұнатқан қыз Күлсім. Күлсім, ой, айнаның ғой. Өзіңізді өзіңіз бағалап отырсаңыз қалай? Жастарға кесір тиген жігіттер кім? Жастарға кесір тиген жігітке айна бар. Жақсы. Бізде сұрақтар мына жақта қалды. Дегенмен біз тоқтатуымызға болады. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Мен жасанды интеллекті. Бүгінгі сабағымызды бірге бастайық. Бірінші кезекте сабақтың мақсатына назар аударайық. Бүгін біз жаңа білімді меңгеріп, оны тәжірибеде қолдануды үйренеміз. Сондықтан әр тапсырманы сабақ мақсатына сай орындауға тырысыңдар. Ал енді сынып ережесін еске түсірейік. Бір-бірімізді дескрипторлар негізінде бағалана. Сондықтан әр қадамда сол көрсеткіштерге назар аударыңдар. Мен сендерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақта өз білімдерімді толық ашуға тілектеспін. Ал кеттік жаңа білімге бірге қадам басайық. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қателесуге. Қазақ елінің болашағы. Мен Бейімбет Майлин аталарын қазақ әдебиетіне біраз үлесімді қостым. Шығармаларының ішінде шоқтығы биік туындым Шұғаның белгісі. Бұл қазақ әдебиетіндегі оқырмандар ықыласына бөленген керемет көркем шығарма. Шұғаның бейнесі әртүрлі іс-әрекеттің даму барысында айқындалады. Кейіпкер арқылы тағдырына ата-анасында емес, бауырларында емес, өзін қоршаған әлеуметті емес, тек қана ата салтын кінәлап, шарасыздыққа, өлімге барып тірелген қыз тағдырының өкініші, арманы көрсетіледі. Сондықтан бұл шығарманы толық оқып, танысып, өз ойларыңды ортаға салып, қорытынды жасаңдар. Уақыт үнемделуге қалды. Енді бұл егептен сабақтың мақсатына жету үшін бояудан менің қажеті жоқ қыздар. Ойларындағы ойлар түймелерді қағаздың бетіне түсіре беріңдер. Өте нәзік қыз. Төрт ұлдың арасында еркелеп өскен қыз. Шұға негізінде елдің бәрі оны Шұға десе Шұға еді, ол қандай Шұға деп тұрып, оған көріктігіне, нәзіктігіне таңғалған болатын. Сол Шұғаның белгісінде шығармада ең басты тақырып ол әйелдердің тағдыры. Яғни сол кездегі олардың өздерінің жеке ойлары болмағандығы толықтай көрсетіледі. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай Шұға мен Әбдірахман екеуі бір бола алмаған сурет арқылы көрсеткіміз келді. Оған әсер еткен факторлар қоғамның әсері, әкесінің қарсылығы және әйелдің тағдыры. Жақсы, жарайды. Ары қарай Қанышбектің қандай ойы бар? Жақсы, иә. Қорытынды айтып кетсек, Шұға өзі өмірі қысқа болғанымен өзінің артынан мәңгі із қалдырды. Мәңгі не қалдырды? Мәңгі із қалдырды. Жақсы. Екінші топ. Ол өз түйгеніне жете алмайды. Және де сол жердегі қоғамның әсері де оған әсер етеді. Және де Айнабай мен Шұғаның әкесі Айнабай оған өтірік жала жауып, оны түрмеге қаматады. Және де сол кезде Айнабай Әбдірахманға өзінің қызын бергісі келген болатын. Қыздың аты Гүлзипа. Және де Әбдірахманға ол Айнабайдың қолы жетпегеннен кейін оған өтірік жала жауып. Бірақ сұрағым келеді, Әбдірахманның ерекше қандай қасиеті бар? Егер хикаят әдемі оқыған адам сол қасиетті таба алады. Әбдірахман осы оқыған уайымды деңгейге қалай жетті? Ол алдымен ауылдың несінде бірінші молдадан не алады. Одан кейін ол үздіксіз тынбай еңбектенген жоқ па? Сол мәселе оның қайсар мінезі бар екендігін дейді. Аллаға сыйлы беделді адам. Ол Әбдірахман жақтырмағаннан кейін оған өзінің қызын бергісі келеді. Идеясы әйел теңсіздігі мәселесін қозғау тақырыбы қазақ қыздарының қоғамдағы ойлар. Және де осы тақырыптың идеясы қоғамның әділетсіздігі ескі салт дәстүрлерден туындады.
басты кейіпкерлерге сипаттама береміз. Ал қанекей. Махаббатқа адал, сабырлы, тәрбиелі. Қоғамға қарсы шыға алмаған қыз. Абдрахман білімді, мәдениетті, сезімтал, адал, жағдаяттық пайымдай біледі. Есімбек дәулетті, ескі көзқарас, қатал, мансапқор. Абдрахманға тек ұстап қалған. Әңгімеші Қасым мейірімді, досшыл, шұға оқиғасын жақсылап айтып берді. Жақсы. Ал енді мына жердегі идеясы дегенді. Екеуі де махаббатқа адал, сезімді ойыншық. Қай екеуі? Қазіргі заманда. Абдрахман мен кімді алып жатсың? Қазіргі заманда. Қазіргі заманның жігіті, иә, сен өзіңді алып жатырсың десеңші. Сүйгені үшін қолынан келгенін жасайды. Кім? Қазіргі заманның жігіті, иә. Екеуінің ұқсасы, екеуі де жігіт, екеуі де сүйе алады, екеуі де ғашық бола алады. Ал қазіргі жігіттердің айырмашылығы? Айырмашылығы Абдрахманға келетін болсақ, Абдрахман өз дәуірінде еркін шешім қабылдай алмады және биліктің құрбаны болды. Сүйгеннен мәңгілікке айырылады. Қазіргі кейіпкер оның мүмкіндігі өте көбірек, оқуын өмір жолын өз жоспарына аяқтады. Ешқандай қысқартқа алынбайды, өз сүйгенін Шұға, Абдрахман, Айнабай, иә? Есімбек. Шұғаның мінезі ақылды, махаббатқа берік, адал. Түр-әлпеті өте сұлу, жүзі жарқын, көрікті. Әлеуметтік жағдайы бай отбасынан шыққан, ауқатты ортадан өскен. Жас мөлшері 16 жаста. Иә, 16 жаста. Абдрахман мінезі намысты, әділетсіздікке қарсы, адал. Түр-әлпеті сымбатты, оқыған, байсалды. Әлеуметтік жағдайы оқыған, бірақ бай емес. Әлеуметтік жағдайы бай емес деген нәрсе Абдрахманға қатысты айтылмайды. Абдрахманның жағдайы қандай бала? Иә, үлкен отбасынан шыққан жігіт. Жас мөлшері жас жігіт 20-25 жаста. Айнабай түр-әлпеті Қаншада жассың? сөзі өте тұр адам. Жас мөлшері орта жастағы әйел. Орта жастағы, иә. Жаңағы мінезі деген жерге не айтты? Мінезі деген жерге айтамыз, бағана Айнабай қандай кейіпкер жалпы? Ол қатыгез. Және ең бастысы өзің ғана өтірік емес пе ол? Өйткені иә, Абдрахманға өтірік жала жатқан жоқ па? Жақсы. Біз қолжетімді, қызықты, қиын осы қылардың қайсысын аласыңдар? Қолжетімді болды сіздерге, сендерге ше? Қызықты болды ма? Ал Есімбектің тобы қызықты болды, ал қиын соққан жақтар болды ма? Жақсы. Енді келесі бір әдісіміз арқанмен шалма салу. Бұл қазақтың ұлттық ойынының бірі. Біз ұлттық құндылығымызды әрқашан жадымызда сақтауымыз керек. Бұл жерде не істеу керек? Арқанмен шалма салу ойыны арқылы әр топ кейіпкерлер денесі бойынша сұрақтар қойып жауап береді. Шалманы бір кісіге беремін. Арқанды ол екінші кісіге арқан шалма салдым дейді. Бұл жерде егер бастаңғыда қонақта отырған болса, ол кісіден ән, би, күй деген нәрсені сұрайды. Ал біз не сұраймыз? Бүгінгі сабағымыздың мақсатына жету үшін сұрақтар сұраймыз. Аяруға берейін. Егер шығарманы трагедиямен аяқтайды. Лақтырып береміз. Кәусар деме, Кәусар алмайды деп айтатын. Егер Шұға қазіргі заманда өмір сүретін болса, ол еркін болатын еді және өз сүйгеніне жете алатын еді. Қоғамдағы әйел теңсіздігін көрмейтін еді. Және де оның өмірі және мынандай трагедиямен аяқталмайтын еді. Қазіргі заманда өмір сүретін болса, өз ойын ашық айтып, еркін болып, мүмкін өз сүйгенінің бақытты ғұмырын кешетін еді. Және де автор бұл шығарманы трагедиямен аяқтаған себебі, менің ойымша, ол трагедиямен аяқтау арқылы Шұғаның, яғни бұл жерде Шұғаның қайтыс болады ғой, сол арқылы әйел теңсіздігін ашып көрсеткісі келді және де оқырманға бір ой салғысы келді. Негізі Айарудың қойып отырған сұрағы түркістан сұрақтар. Иә, Шұға мен қазіргі замандағы қыздардың айырмашылығы. Сол кездегі Шұға әйел теңсіздігін, яғни өзінің құқығын толық қорғай алмаған қыз, тағдырға мойынсұнған
және де екі ғашықтың дос бола алмауы, өз ойын ашық айта алмауы. Ал қазіргі қыздар еркін және де өз ойын ашық айта алады, тағдырға мойынсұнады, тағдырын өзі жасайды. Иә, тағдырын өзі жасайды. Қазақтың қыздары қазақ емес. Тағдыр арқылы автор нені көрсеткісі келді. Осындай жағымсыз пікірде болуы, оның орыс тілі мұғалімі болуында. Қажыбай Абдрахман туралы ол Құдайға қарсы, молдамен хазіреттерге қарсы сөз айтады. Балаларды оқытуында да сол балаларды азғырады деген ойлаймын. Жақсы. Ендеше сұрақтарың болса ренжімеңдер, біз ол уақытты үнемдеу үшін болады. Ең оңай нәрсе, бірақ оңай болғанмен кез келген жерден әр оқушының детальді оқуды меңгергенін меңгермегенін көрсететінде ол шын жалған деген нәрсе. Біз жауап береміз. Шұға Абдрахманды көріп ғашық болып қалды. Шын. Абрай, кете берейік. Айнабай деген ауыл адамы қызы Күзипаны Абдрахманнан алшақтатты. Жалған. Абдрахманды жер аудартып жібереді, шын. Мерей. Шығарманың жолына баққан әкесі Абдрахман алдыртпайды. Шұғардың ауыл жанына баққан әкесі Абдрахманды алдыртпайды. Жалған. Естейді? Я, Айнабайға аты жүріп алдыртпай ма? Қонышбек? Абдрахман жеткенше Шұға қаза болып кетеді, шын. Айнабай ақ ниетті ел бірлігін ойлайтын адам жалған. Есімбек айтқан уәдесіне берік адам. Жалған. Есімбек айтқан уәдесіне берік адам дейді. Жалған дейді. Шын ба жалған ба? Не себепті шын? Шұғаның өліміне қоғам кінәлі. Шын. Жазушы оқиғаны аса сілтеп жазды. Жалған. Шұғаның бересі хикаятты жазушы қоғамдағы шынайы түрде бейнелейді, шын. Бүгінгі жастардың үшін қоғамның әлеуметтік алған. Екі оқушылар сөйлеседі деп ойлап тұрмын. Қана, шығарманың мықты тұстары қай жердегі? Уақыт, үнемдеу керек жадабырақ біздерге сағынып уақыт қалды. Айтамыз ба? Иә, мықты түсіне. Қол көтеріп жатыр, неге артын көріп? Бұл жазушы ашылған яғни сол замандағы теңсіздікті ашық көрсете алған және де мықты жағы Шұғаның белгісі өте таза, ақылды, инабатты қыз ретінде сипатталған және де сол замандағы әрбір кейіпкерді жақсы алып, жақсы ашып және бір-бірімен көркем түрде байланып. Жақсы, қосатындарың бар ма? Отырам. Шығарманың әлсіз тұсына кім сөйлейді? Алғаннан басқа, үнжуден басқа. Шығарманың әлсіз тұсы қай жер? Шығарманың әлсіз тұсы қай жері? Аяғын көресің? Бұл Шұғаның махаббат жолында жүріп, ауыл жетті шығармаға. Яғни ол екеуі, Абдрахман екеуі бірге болған. Шұғаның сол бір ауыл жетті шығармаға. Ашалды ма сұрақты? Шығарманы қолды көресіңдер. Сол жерде Абдрахманның кетеді ғой, айтар жерде сол кезде ол сол Шұғамен кездесуге уақыт береді, бірақ ол сол кезде оны құшақтай алмады. Ал сол кезде ол құшақтап қоштасып үлгергенде болатын еді. Ол да болады. Тағы да қандай мүмкіндік бар? Жаңағы әлсіз тұсына енді қарама-қарсы. Қыз баланың білімді саналы болуы керек еді. Мүмкіндік тұстарыма тағы да аша алмай тұрсыңдар.
Абдрахман сол нақты қадам жасауы. Абдрахман нақты қадам жасауға мүмкіндігі бар еді. Шұғаның алға қарай ұмтылуына мүмкіндік бар еді. Міне сол мүмкіндіктерді ол кейіпкерлеріміз не істеп алды? Жіберіп алды. Қандай қауіп-қатер тұсы бар? Қауіп-қатер Және де сол қоғамның ықпалы екі жастың арасында. ең қауіпті дүние, иә, жақсы. Енді балалар өзімізге өзіміз бағалап отырмыз, сабақ аяғына келді. Енді жұмыс аяқталды. Енді сабақтан барлығын түсінсек жасыл асықты басамыз. Ал егер де сұрақ болса сары асықты, ештеңе түсінбесек қызыл асықты басамыз. Ал сырдан плашбек не дейді? Мен жасыл болған. Жасыл болсын. Кет басасың. Түсіндің бәрін түсіндің. Жылдан уақыт кетіп барады, бұл да тез. Айта тұршы. Шығып кеттік, ә? Оқушылар осымен Алған сұрағым бар, түсіндіріңізші дейтін жерлеріңіз бар ма? Ендеше топ басшылары жаңағы қалыптастырушы бағалар арқылы немізді алған жүргіземіз. ал егер де Мына жерде жылдам үйге тапсырма шұғаға хат жазу, шұғаға не туралы жазасың, қай мәселені көтересің, ол сендердің нелеріңде. Ал қандай бағалауларды бере қойсақ, содан кейін топ басшы береді, барлық бағалардың жиынтығын